Қазақ мемлекеттігін дәстүрлеріне қазақ мемлекеттігі бұл халқымыздың сан ғасырлар бойы жалғасқан тарихи дамуының нәтижесі болып саналады. Мемлекеттік ұғымы тек билік қана емес, халықтың бірлігі, жері, тілі, мәдениеті, дәстүрі, басқа да заңдары сияқты қоғамдық жүйе. Қазақ халқының мемлекеттік дәстүрі ежелден бастау алады. Қазақстан жерінде өмір сүрген, оның негізі сол Қазақстан жерінде өмір сүрген тайпалардан басталады десек болады. Сол жерде негізі қаланған. Біздің жерімізде біздің заманымыздан бұрын бірінші моңғолдықтан бастап Сақын, Үйсін, Қаңлы сияқты тайпалық одақтар өмір сүрген. Бұл тайпалар өз басқару жүйесі болған, әскери күші, билігі, тайпалық құрамдары болған. Кейін түркі дәуірі болып басталды. Кейіннен түркі дәуірінде түрік қағанаты, батыс, шығыс түрік қағанаттары, түргеш, оғыз халықтары өмір сүрген. Олар да кейіннен мемлекеттік дәстүріне үлес қосады. Осы мемлекеттердің саяси және мәдени тәжірибесінен кейін қазақ мемлекеттігі қалыптасуына тікелей әсер еткен. Қазақ хандығының құрылуының алғышарттары. Қазақ хандығының құрылуы 15 ғасырда қазақ жерінде көптеген ұлыстар мен тайпалар өмір сүрген. Олар Алтын Орда, Ақ Орда сияқты мемлекеттердің ыдырауынан жеке-жеке билікке ұмтылған. Сол кезде ең маңызды себеп халықтың бір орталыққа бірігуге деген қажеттілігі еді. Алтын Орда мен Ақ Орда мемлекеттерінің арасында саяси тұрақтылық пен соғыстар мен ішкі тартыстар халықты шаршатқан. Бұл жағдай жетісу мен шу өңіріндегі қазақ руларының бірлік іздеуіне түрткі болған. Осы кезде Керей мен Жәнібек сұлтандар өзіне ерген халықты бастап Әбілқайыр ханның босап кеткен билігінен бөлініп шығып кетеді. Керей мен Жәнібек сұлтандар Моғолстан ханы Есенбұғаға барып, онымен одақтасып 1465 жылы Шу аймағында Қозыбасы деген жерден нақтырақ қазақ хандығын құрады. Бұл қазақ халқының ресми түрде өз мемлекетін жариялаған сәті болды. Осы оқиға қазақ мемлекеттілігінің жаңа дәуірін бастады. Қазақ хандығының құрылуы және тарихи территориясының қалыптасуы. Қазақ хандығының құрылуы кездейсоқ емес, тарихи заңдылық нәтижесі. Керей мен Жәнібек құрған алғашқы хандықтың жері кейіннен кеңейіп, Қасым хан тұсында кеңейді. Сол кезде сыр бойы, жетісу, орталық Қазақстан, батыс өңірлерге дейін тарады. Хандықтың негізгі халқы қазақ рулары және тайпалары болды. Олар Арғын, Найман, Керей, Қыпшақ, Қоңырат, Дулат және тағы басқа тайпалар. Қазақ хандығы мемлекетті нығайту үшін ішкі бірлік пен сыртқы саясатқа көп көңіл бөлді. Қасым хан тұсында мысалы хандықтың шекарасы кеңейіп, заң шығарып, заң жүйесі бойынша тәртіп тұрақталды. Бұл заң халықтың тұрмыс салтын, әдет-ғұрпын және билік қатынастарын тәртіпті реттеді. Есім хан мен Тәуке хан билеген кезде қазақ хандығы күшейіп біртұтас елге айналды. Тәуке ханның 7 жарғысы бар. Қазақ қоғамында құқықтық жүйені қалпына келтірген, соны дамытқан. Осы заңдар мемлекеттің тұрақтылығын сақтап қалуға әбден үлесін қосты. 17-18 ғасырларда қазақ еліне сырттан қауіп төнеді. Жоңғар шапқыншылығы. Бұл кезеңде халық өз жерін қорғап, ұлттың бірлігін сақтап ала алды. Ақтабан, Шұбырынды сияқты ауыр оқиғалар елді біріктіріп, мемлекеттік рухын одан әрі күшейткен.
Қазақ мемлекеттігінің қайта жаңғыру кезеңі. Қазақ мемлекеттігінің қайта жаңғыру кезеңі Алаш автономиясының жариялануынан бастасақ болады. 20 ғасырдың басында Ресей империясының әлсіреуі қазақ зиялыларының жаңа автономия құруына мүмкіндік береді. 1917 жылы желтоқсанда Орынборда екінші съезде Алаш автономиясы ашылды деп жарияланады. Алашорда үкіметі ұлттық мемлекеттік жаңғыруды мақсат еткен болатын. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Халел Досмұхамедов, тағы да басқаларын айта берсек өте көп еңбегі сіңген. Бұл тұлғалар елді өркениетті жолмен дамытуға тырысты. Олар батыстық басқару үлгісін, білім мен ғылым саласын, әділ заң жүйесін енгізген. Алаш автономиясы ұзақ өмір сүрмесе де қазақ халқының тәуелсіздігін идеясын қайта тірілтті. Бұл кезең қазақта ұлттық мемлекеттік рухани жаңғыру дәуірі болған деп есептесек болады. Кейіннен қазақ АКСР және қазақ КСР құрылғанын айтсақ болады. Кеңес үкіметі орнағаннан кейін 1920 жылы 25 қазанда 26 тамызда Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы құрылады. Қазақ АКСР қысқартып айтсақ. Бұл кеңестік жүйе ішінде болса да қазақ халқының жері мен атауы қайта мойындалған тарихи оқиға болды. 1936 жылы Қазақ АКСР одақтас республика дәрежесіне көтеріліп, Қазақ кеңестік социалистік республикасы Қазақ СССР деп айтсақ болады деп аталып кеткен. Бұл кезеңде халық шаруашылығы, білім мен ғылым салалары дамып бастады. Дегенмен кеңестік саясат ұлттық мәдениет пен тілге шектеу қойып, бұл жағынан қарсы болды. Сталиндік қуғын-сүргін, ұжымдастыру, ашаршылық сияқты қасиеттер қазақ халқының дамуына үлкен соққы береді. Бірақ соған қарамастан қазақ халқы мемлекеттігінің рухын сақтап қалады. Кейіннен КСР-ның ыдырауы және Қазақстанның тәуелсіздікке деген жолы тәуелсіздікті жариялауы 1980-1990 жылдары кеңес одағы дағдарысқа ұшырайды. Экономикалық қиындықтар мен ұлттардың еркіндікке ұмтылысы күшейген. 1986 жылы желтоқсан оқиғасы, қазақ жастарының тәуелсіздік үшін күресі. Кейін 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіз мемлекет болып жарияланды. Бұл ғасырлар бойы үзілмеген мемлекеттік дәстүрдің заңды жалғасы десек болады. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан өз конституциясын қабылдап, ұлттық рәміздер бекіткен, сыртқы саясатта тең серіктес ел ретінде орныққан. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бастаған саясат экономика мен мәдениетті дамытты десек болады. Қорытындылайтын болсақ, қазақ мемлекеттігінің дәстүрі бұл үзілмеген тарихи тізбек деп айтсақ болады. Ежелгі сақтар, ғұндардан бастау алатын мемлекетті құру тәжірибесі түркілер арқылы жалғасып, қазақ хандығы дәуірінде ұлттық сипатқа ие болады. Кейіннен алаш қозғалысы, көптеген автономиялар, тәуелсіз Қазақстан осы дәстүрдің жалғасы болып табылады. Бұл процестердің барлығын біріктірген бір мақсат, бір мүдде. Ол Қазақстанның бірлігі мен ел тұтастығын сақтап қалу. Бүгінгі Қазақстан ата-бабалар армандаған егемен мемлекеттігінің заңды жүйесі, ежелгі дәстүрлерді сақтай отырып, заманауи мемлекетке айналдық. Қазақ халқының мемлекеттік тәжірибесі ұлттың рухани байлығы мен тарихи сабақтастығының дәлелі болып табылады. Сондықтан қазақ мемлекеттігінің дәстүрі бұл тек өткеннің тарихы емес, қазіргі ұлттың болашағын айқындайтын рухани негізі десек болады.